Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай яблоко в карамели дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Балдарыма өте қатты ұнады. Ал ендеше бірге дайындайық. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Каналымда тек қана дәмді рецепттермен бөлісемін. Бізге дайындау үшін қажет болады 500 грамм шекер және лимон соғы, әрине алма керек болады, және осындай таяқшалар керек болады. Ал ендеше жұмысқа кірісейік. Мен осындай бояғыш қолдандым, қызыл түсті. Мен бұл жерде 6 алманы қазір қолданатын боламын. Алдымен алмаларды жақсылап жуып, сыртын осылай салфеткамен жақсылап сүртіп аламыз. Алмаларды сүртіп тазалап алғасын осындай артық шөптерін алып тастаймыз қолымызбен. Бұл алмалардың дәмін баршаңыз білсеңіз керек, өйткені біздің кішкентай кезіміздің естен кетпес дәмі деуге болады. Қазақша атауын білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Алмаларды жақсылап тазалап болғасын осындай таяқшаларды арт жағына осылай тығып шығамыз, дайын. Енді ыдысымызға 500 грамм шекерді құйып, және де 100 грамм суды араластырып отқа қоямыз. 20 минуттай қайнау керек. Құм шекеріміз сумен осындай қайнап шыққан кезде лимон согын қосамыз. Бір ас қасығымен лимон согын қосып араластырамыз. Баяғы отта осылай көпіршік болып шыққанша қайнатамыз. Менде термометр болғандықтан термометр қолдандым. 150 градусқа дейін бару керек термометрмен. Ал егерде сіздерде термометр жоқ болса, осындай салқын суға кішкене осындай алып құйып көресіздер. Салқын судың ішінде осы масса өзін жоғалтпай осылай қатып қалатын болса, осындай мінекей карамель тәрізді болып қатып қалды. Яғни бұл дайын дегені. Дайын болды. Енді оттан алып бояғышымызды қосамыз. Бояғышты қосып жақсылап араластырып, осындай сухой краситель қолдандым. Көп қоспаңыздар. Кішкене қоссаңыздар жарайды. Әдемі түс болып шықты. Және осылай ыстық кезінде алмаларымызды шетін былғап барын осылай алмаларымызды батырып алатын боламыз. Мен осындай тарелканың үстіне пергамент қағазын төседім. Әйтпесе тарелкаға жабысып қалуы мүмкін. Карамеліміздің түсі өте әдемі болып шыққан, өзіме ұнады. Дәмі де керемет болып шығады. Осылай барлығын батырып алып, салқын жерге қойып қоямыз, және біздің карамеліміз дайын болады. Ал сіздерге ас болсын, каналыма тіркеліп кетіңіздер, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығарып отыратын боламын. Комментарийға пікіріңізді жазып кетіңіздер, және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар, каналыма лайк қойып қойыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.